بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті ағайын, біз At-Taskил ад-Дарури лимасаил ал-Қудури деген Ханафи фиқ кітабын оқударға жалғастырамыз. Сұрақ-жауап кітабы, сұрақ-жауап форматында жазылған. Біздің өтетін бүгінгі жаңа тақырыбымыз ол әл-мәсу аль-хуффайни вәл-джабира. Екі мәсіге масих тарту және де таңғышқа масих тарту тақырыбы. Сұрақ: Хәл ли ғослир риджлайни фил удуи бәдәлун дейді. Яғни дәретте екі аяқты жуудың орын басары бар ма дейді. Яғни екі аяқты жумай-ақ орын басатын нәрсе бар ма деп сұрап жатыр. Жауап: иә, орын басатын нәрсе бар. Ол не? Сәбәтәл мәсху алал хуффайни бәдәлә ғослир риджлайни бил ахадисил кәсирати әс-сахихати сәбита. Бекітілген, сахих, яғни дұрыс көптеген хадистер арқылы екі аяқты жуудың орнына екі мәсіге масих тарту бекітілген. Жалпы екі мәсі деген нәрсе бар, білесіздер, екі аяққа кетін. Сол мәсінің сыртына масих тарту арқылы екі аяқты жуудың орнын басуға болады екен. Соны айтып жатыр. Енді бұл Ибн Мунзир риуаят жеткізеді осы сөзді. Равайна анил Хасан аннаху қал. Хасаннан риуаят жеткізеді. Ол кісі айтқан екен: Хаддасани саб'уна мин асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллам анна расулаллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам масаха алал хуффайн деп келеді. Яғни Насбур Руая деген кітапта Ибн Мунзир айтып отыр. Яғни Хасан былай деп жеткізді дейді бізге. Пайғамбарымыздың сахабаларының 70 сахабасы бізге Аллахтың елшісі екі мәсіне масих тартқан деген риуаятты жеткізді дейді хадисті. Сондықтан да бұл өте қуатты дәлел. Пайғамбарымыздың жаңағы екі аяғына масих тартқандығына қатысты, екі аяғындағы мәсісіне масих тартқандығына қатысты дәлел қуатты. Келесі сұрақ: Хәл ли жауази хәзәл масхи шартун? Жалпы осы масихтың жаңағыдай рұқсат екендігіне қатысты қандай шарт бар? Рұқсат екендігіне қандай шарт бар? Шарт бар ма дейді? Иә, шарт бар. Ол қандай шарт? Жаңағы мәсі аяққа толық тазалық күйінде киілу керек. Толық тазалық күйінде. Яғни толықтай дәрет алып алғаннан кейін барып не істелу керек? Мәсі киілу керек. Яғни дәретсіз күйде киіліп, оның сыртына масих тартылмайды. Толық дәрет алғаннан кейін. Тек қана аяқты жуа салу жеткіліксіз. Яғни толықтай дәрет алуыңыз керексіз. Сосын барып аяғыңызға мәсі киіп масих тартасыз. Хәллил мәсхи тауқит. Яғни масих, яғни сүртудің уақыты бар ма дейді. Иза лабисал хуффайни аля тахарати сумма ахдас. Мысалы, егерде екі мәсі киіліп, аяққа толықтай дәрет бар аяққа киіліп, кейін дәрет бұзылған болса, жаза лаху ай ямсаха алейхима яуман ва лайлатан ин кана муқиман. Онда ол адамға, мәсі киген адамға дәретін бұзған, оған бір күн, бір түн аяғындағы мәсіге масих тартуға рұқсат дейді. Егерде тұрғылықты адам болған болса. Ва саласата айямин ва лаялиха ин кана мусафиран. Ал егерде мұсафир, сапарда жүрген адам болған болса, онда 3 күн, 3 түн масих тартуына рұқсат. Масих тартуына болады. Фа куллама тавадда'a фи хазихи ал-мудда масаха ала ал-хуффайни фи as-сафари вал-хадар. Осы аралықта дәрет алып, екі аяғына масих тартқан болса, әрбір осы аралықта дәрет алған сайын, сапарда болсын, немесе тұрғылықты жерде болсын, мәсісіне масих тартады дейді. Яғни тұрғылықты жерде болған болса, жаңа айтқандай, бір күн, бір түн, 24 сағат, ал егерде сапарда жүрген болса, онда 72 сағат, яғни 3 күн, 3 түн болады. Масих тартуына рұқсат деп отыр. ابتداء يوم وليلة أو 3 أيام ولياليها من وقت
лубсихима ау мин вақтил хадас. Ал енді жаңағы бір күн бір түннің басталуы немесе 3 күн 3 түннің басталуы, ол сол мәсіні киген кезден бастала ма, жоқ әлде дәреттің бұзылған кезден бастала ма деп жатыр. يعتبر ابتداء هذه المدة من وقت الحدث بعد لبسهما على الطهارة. Yani тазалықтың үстінде киілгеннен кейін екі мәсі. Ол хадас, яғни дәретсіздік орын алған уақыттан бастап мерзім басталады дейді. Таймер сол кезден басталады. Содан бастап ары қарай мұқим болсаңыз, тұрғылықты адам болған болсаңыз, бір күн бір түн сапарда жүрген болсаңыз, 3 күн 3 түн есептеле бастайды. Мысалы, дәрет алды дейді. Бәді завал, мысалы, күн ауғаннан кейін дәрет алды дейді. Күн ауғаннан кейін дәрет алды. Вуду дәрет алды, е? Мысалы, 5-нің уақыт кіргеннен кейін толықтай дәрет алды. Валабисал хуффайни аля тахара, кейін сол дәрет алғаннан бірден аяғына мәсіні киді. Ва ахтаса айндал ғуруб. Бірақ қараңыз, 5-нің уақыт кірген кезде аяғын дәрет алып мәсі киген. Бірақ дәрет қай кезде бұзылды? Күн батып кезде бұзылды. Ақшамның уақытында бұзылды. فإنه يجوز له أن يمسح عليهما إلى وقت الغروب من اليوم الآتي إن كان مقيما. Егер тұрғылықты адам болған болса, онда келесі күннің күн батыс, яғни күн бататын уақытына дейін не істейді дейді? Мәс тартылады дейді. Яғни келесі күннің ақшам намазының уақытына дейін мәс тартылады деп жатыр. وقس على هذا مسحул мұсафир дейді. Яғни мұсафирдің, яғни сапарда жүрген адамның да мәсихін сүрту, мәсихін, мәсіге мәс тартуын осыған қияс қыл дейді. Яғни осыған салыстыр деп айтыр. Яғни ол күнде де солай 3 күн 3 түн жалғасады. Бірақ біздің ұстаздарымыз айтты, енді Аллаху алам қайсы күштірек дәлел екендігі дәрет бұзылған уақыттан емес дейді, таймердің жүруі мәсінің. Ол мәсіңізге мәсіх тартқан уақыттан бастап дейді. Түсінікті ғой, яғни мысалы сіздің дәрет алдыңыз, толық дәрет алып мәсіх кидіңіз 5-нің уақытына дейік. Сосын 2-нің уақытында дәретіңіз бұзылды. Мысалға, сіз ол кез алған жоқсыз, 2-нің бастапқы уақытын алған жоқсыз, мысалы 6:30-да дәрет бұзылды дейік. Бірақ сіз алдыңызда 7:30-да дәрет алдыңызда. Мәсіңіз бар ғой аяғыңызда. Сол кезде дәрет алып, аяғыңызға мәсіх тарттыңыз мәсіңізге. Сол мәсіх тартқаннан басталады деп отыр, таймер. Сол уже келесі күннің жаңағында 7:30-ға дейін жалғасады. Егер сіз тұрғылықты адам болған болсаңыз дейді. Аллаху алам, біздің ұстаздарымыз солай түсіндірді. Енді келесі сұрақ: Хәл яджузу масхул хуфайни лиман ифтуридо алейхил ғусл дейді. Енді ғусл парыз болып тұрған адамға мәсіге мәс тартуына бола ма дейді. Бүкіл жерін жуып, мысалы, мәсіне келген кезде сыртына мәс тартасыз. Жарай бере ме деп отыр. Не дейді? Инканал жоқ деп отыр. Иә. Рұқсат емес, екі мәсіне мәс тартпайды ол кезде. Міндетті түрде басқа денелерін жуумен қатар екі аяғында жуу оған парыз болады. Сондықтан да мәсісін шешіп жуу керек. Сұрақ қойып отыр қайтадан. Инканал хуффу за харақин хәл яджузул масху алейхи. Мысалы, мәсіңіз сіздің тесіктері бар, жыртылған. Сонымен мәс тартуға бола ма дейді. Мысалы, болады ғой енді көп кие бергеннен кейін мәселелердің тігіс жағынан жыртылады. Немесе жаңағыдай, білмеймін енді, мысық кейде жаңағыдай алыс ойнаған кезде аяғыңыз жыртпаса мүмкін мәсіңізді тырнап. Мысалы, сондай кездерде бір нәрсеге аяғыңызды іліп алдыңыз немесе. Инканал харқу кәсирон, егер де жыртық көп болған болса, қаншалықты деңгейде? Бихайсу ябду минху қадру саласати асаби' мин асғори асаби'ил ар-риджил. Яғни, аяқтың ең кішкентай 3 саусағының мөлшері көрінетіндей деңгейде жыртық көп болса, онда не болады дейді? Жарамайды деп отыр. Ол саусақтың кейде айтады ғой, кіші аяқтың кіші саусағын, кіші бақай бар ғой, кіші бақайынан 3-өө қойсаң деп айтады. Жоқ емес, 3 бақай деп отыр соңғы. Осы 3 бақай. Демек, жыртық не? Көбірек. Егер де кішкентай бақайдан 3-өді салыстырсақ, онда 3 бақаймен салыстырғанда оның
мөлшері азырақ болып қалады да. Сондықтан да мына соңғы үш башпайдың көлемі сыйып кететіндей деңгейде жыртық болса, онда ол жарамсыз. Ла яджузул масху алейхи, оған масх тартылмайды. Ва ин кана ақалла мин залика жазал масху алейхи. Одан кішкентай болса, мысалы екі башпай сиятындай деңгейде жыртық болған болса, ойлаңыз, мынандай ғана жыртық. Былай қарасаңыз енді ол жарамайды сияқты болып тұрады, бірақ екі башпай сиятындай ғана деңгей жыртық болса, онда жарай береді деп отыр. Келесі сұрақ. Хазал қадру минал харқил касири юхазу мин хуффин вахидин ау мин хуффайн дейді. Яғни бұл жаңа айтқан көп жыртық бар ғой, жыртылған, жыртық. Сол жыртық мөлшері. Ол тек қана бір мәсіден өлшене ме, жоқ әлде екі мәсіден өлшене ме деп отыр. Яғни мысалы бір мәсіден бір саусақ, бір башпайдың жыртығындай жыртық бар да, мысалы. Ал екінші мәсіңізден екі башпайдыңдай, қалған екі башпайдың жыртығындай көлемінде жыртық бар, сиятындай. Яғни екеуін қоссаңыз, үш башпайдың жыртығы, үш башпай сиятындай жыртық болып тұр негізі. Сонда қалай екі мәсіде де жыртық болса, екеуін жинаған кезде сол үш башпай сиятындай болатын болса, сол мәсі татуға жарамай ма деп сұрап отыр да. Не? Жарай береді. Яғни бұл жерде южмау фихи хорқу хуффин ла хорқу хуффайн. Бұл жерде бір мәсінің жыртығы есептеледі дейді. Екі мәсінің жыртығы емес деп отыр. Сондықтан әрқайсысы бөлек. Мысалы бір мәсіңізде үш башпай сиятындай көлемде жыртық болса, сол жарамайды. Ал қалған мысалы екі башпай мына жақта, екі башпай сиятындай жыртық болса бір мәсіңізде, екінші мәсіңізде екі башпай тағы да сиятындай жыртық болса, жарай береді. Қоссаңыз төрт башпай болып кетеді негізінде, бірақ бәрібір жарай береді деп отыр. Өйткені ол әрқайсысы бөлек-бөлек мәсі. Түсінікті, енді кайфа юмсаху алал хуфайни. Ал енді екі мәсіге қалай біз мәсі татамыз дейді дәрет алған кезде. Мысалы білеміз, дәрет алуды, бетті, қолды жууды білеміз, оны біз дәрет алуда үйрендік. Енді мәсіге қалай татамыз мәсі? Негізі қарап отырсақ, қияс тұрғысында қарап отырсақ болады, былай негізі. Біз табанның астына негізі сүртіміз керек еді. Бірақ біз төбесіне сүртеміз. Негізі шын ғой. Жүретін табанның асты ғой, негізі кірленетін. Қарасыңыз, логикалық тұрғыда. Астына мәсі тату керек. Кім? Али радиаллаху анху айтады. Али ибн Аби Талиб айтады, егерде ақылға салсаң, мәсіні тартқан кезде аяққа ол табаныңға тарту керек еді дейді негізі. Бірақ ол шариғат қой. Аллах Тағала бізге оны жоғарыға тартуды бұйырды пайғамбарымыз арқылы. Сондықтан ол Алланың әмірі, біз Аллахтың бұйрығы ретінде үстіне татамыз. Көрдіңіз бе? Енді байқасаңыз, кейбір адамдар мәсін сүртаққан кезде астында жуып алуы мүмкін, онда бір күмән болмасын деп ше, табанды бәрі жерін мәсінде қоса жуып алатындар болады кейбіреулер. Былай ақылға салсаң солай сияқты негізі. Бірақ бізге шариғат ақылға, біз ақылға сала бермейміз ғой әр нәрсені. Кейбір нәрселерде мақулатул мағна деген нәрсе бар. Яғни кейбір нәрселерде логика бар. Кейбір үкімде, кейбір үкімде логика жүрмейді. Ана жерде философ болып жаңағындай бірдеңе қиялдан отыруға саған жол жоқ кейде. Ол Алла Тағала болды, орында деді, біз орындаймыз болды. Көрдіңіз бе? Саман ва таатан. Алла Тағала не құп болды, әміріңе құлдық деп естідік, бойсындықты айтамыз кейбір кезде. Мысалы, сондықтан әр нәрседен кейде андай логика іздей берудің қажет жоқ, мораль іздей берудің қажет жоқ. Мысалы, арақты харам етті, неге? Өйткені ол миды улайтты. Ол мағынасын беріп қойған. Яғни себебі бар да, айласы себебі бар. Ал мысалы неге таң намазын 2 ракат парыз қылды? Неге 4 ракат емес парыз? Мысалы да, сол сияқты мәсіқ неге үстінен татамыз, астынан емес деген сияқты. Ол нәрселердің біз білмейміз оның мағынасын. Алла Тағала болды, орында деді, біз орындауымыз керек. Әр нәрсенің жаңағындай себебінде айтыла бермейді шариғатта. Енді сол сияқылды біз үстіне татады екенбіз. Қалай татамыз? Саусақтармен сызып татамыз мәсіқті. Саусақпен. Биән ябулла асаби'a ядайхи бил ма'i, thumma yada'aha
битамамиха. Яғни бірінші қол суланады, суланып барып, кейін саусақтар толықтай қойылады деп отыр. Саусақ деген мынау. Мына жерге дейін. Ол саусақ толықтай қойылады деп отыр. Мәсіге былай. Мына мәсінің үстіне мына мәсінің басына қойып, башпайлардың үстіне қойып, толықтай тиеді. Мына башпайдың аяқты мәсінің басы деп ойлаңыз. Соған былай қоясыз, міне тиеді, көрдіңіз. Сөйтіп барып не істейді дейді? Сумма ямуддуха дейді. Кейін созылады, тартылады, тартасыз өзіңізге қарай. Казалика мин асаби'и риджли иля сақ. Сөйтіп міне аяқтың башпайлардың басынан бастап балтырға дейін дейді. Алдына дейін ғой. Осы жерге дейін. Қызыл асықтан асатына деңгейге дейін. Деңгейге дейін тигізіп тұрып. Бұлай емес та. Бел анамил дейді ғой, жаңағындай. Әнмуламен емес, саусақтың ұшымен емес. Бұлай тартпаймыз. Жатқызып. Түсінікті, жатқызып тартамыз. Деп жатыр. Лабудда мин миқдари 3 асаби' ал-яд фи масхи kulli хуффин дейді. Яғни әр мәсіде қолдың 3 саусағының мөлшеріндей болу керек. Мөлшері болу керек. 3 саусақтың мөлшері сызылу керек. Сүннет бойынша. Сондықтан бұлай бір қолмен сызсаңыз, бір бармақпен бұлай жатқызып. Ол жарамайды. Қайтадан сондай керек. Немесе кезек алып сулап шөй тартасын. Немесе бірден. Түсінікті? Әйю шайин янқуду хазал масх. Енді осы мәсих не нәрсемен бұзылады деп отыр. Қандай нәрселермен бұзылады? Янқудуху ма янқудул вуду. Дәретті не нәрсе бұзады? Мәсихті сол нәрсе бұзады. Аяққа тартылады. Аяққа мәсих тартып қойдыңыз, бірақ дәретіңіз бұзылып кетті, мысалы, жел шығып кетті, ұйықтап қалдыңыз, мысалы, дәрет не нәрсе бұзады? Сол нәрсе мәсих бұзады. Яғни қайтадан дәрет алу керек та, қайтадан аяққа тарту керек. Яғни аяқты қашан жуу керек болды сізге? Сол кезде аяқ мәсіге тағы да мәсих тартасыз. Ваянқудуху айдон, сонымен қатар аяқтың мәсісі тағы да басқа нәрселермен де бұзылады екен. Дәретсіздіктен бөлек. Ол не? Мәсің шешіліп кетсе. Дәретіңіз бар бойыңызда, бірақ мәсің шешіліп кетті да, онда сіз аяғыңыздың мәсісі жарамай қалды уже. Үстіне киесіп қайтадан үстіне мәсі тарта салмайсыз. Сіз аяқты жуып барып, кейін қайта киесіз. Көрдіңіз бе? Аяқты жуып барып. Әрине ол қашан? Егер де сіз толық дәрет алып кидіңіз ғой аяғыңызға, одан дәретіңіз бұзылып, үстіне мәсі тартып қойған болған болсаңыз. Дәретіңіз бұзылып, үстіне мәсі тартып қойған болсаңыз. Түсінікті ғой? Ал егер де әлі сіз дәретіңіз бар, мәсі киіп алдыңыз, байқама, мәсіңіз шешіліп кетті. Оппа, мәсім шешіліп кетті, қайта дәрет алам ба деп кейбіреулер сұрап жатады. Жоқ, сіз өйткені дәретіңіз бұзылған жоқ, әлі үстіне мәсі тартқан жоқсыз ғой. Ондай кезде сіз кие саласыз. Өйткені әлі дәретіңіз бұзылған жоқ. Ал дәретіңіз бұзылып, мәсі тартылып қойған болса, сосын барып шешіліп кеткен болса, онда аяқты жуып барып киесіз да, толық дәреттің үстінде. Және де қайтадан дәрет мәсихтің бұзылатыны, мәсіге тартылған мәсихтің бұзылатыны ол уақыттың өтуі дейді. Уақыттың өтуі, яғни таймердің бітуі ғой айтқанда. Жаңағындай тұрғылықты адам болсаңыз, бір түн өтіп кеткен болса, мәсих тартылғаннан бастап келесі уақыт күнге дейін. Сол сияқты мүсәпір болған болсаңыз, 3 күн өтіп кеткен болса, онда болды. Сіз не істемейсіз? Қайтадан аяқты жуып, полный дәретіңіз бар, бірақ полный дәретіңіз болса, онда қайтадан дәрет алудың қажеті жоқ. Просто аяғыңыз жуасыз да, қайта мәсіх киіп аласыз, егер бойыңызда дәрет болса. Міне осындай нәрсе. Ал егер де мысалы уақыт өтіп кетсе дейді, немесе аяқ мәсіңіздің біреуі шешіліп кеткен болса, немесе екеуі шешілген болса, мысалы жаңа айтқандай, бірақ дәретсіздік орын алған жоқ. Шешіліп қалды аяғыңыз, бірақ бойыңызда дәрет бар. Не істеймін дейді? Қайтадан толықтай дәрет аламын ба? Жоқ, осында екі көріністе, яғни аяқ киімі шешіліп кетсе, немесе уақыт өтіп кеткен болса, мәсіңіздің, онда не істейсіз дейді? Тек қана екі аяғыңыз жуасыз дейді болды. Екі аяғыңыз жуасыз, сөйтіп намазын оқисыз. Валайса алейхи иадату бақиятул вуду. Қалған дәреттің барлығын қайта алудың қажеті жоқ. Өйткені сіз дәретіңіз бар ғой бойыңызда. Тек аяғыңыз жуасыз да болды, мәсіңізді қайта киіп аласыз. Қайтадан дәрет бұзылып, мәсі тартылғаннан бастап, қайтадан таймер жүре бастайды жаңадан. Міне, қалған таймерға қатысты сұрақ жауаптарды келесі уақытта оқимыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.